Армысыз YouTube көрермен, сіздермен халық арнасы. Қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосып жатқандарыңыз үшін өздеріңізге алғыс айтудан шаршамаймыз. Бүгінгі видеода жүрек ауруының 10 түрлі белгісі жайында айтып беретін боламын. Соңғы жылдары жүрек ауруларына шалдыққандар қатары көбейіп барады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистика мәліметіне сүйенсек, жыл сайын 18 миллионға жуық адам жүрек ауруынан қайтыс болады екен. Ертеректе бұл сырқат ересек адамдарда ғана кездессе, статистикалық мәліметтер дерттің жастар арасында да артып бара жатқанын байқады. Жүрек ауруларына не себеп? Жүрек ауруларының белгілері қалай білінеді? Бүгін осы сұрақтарға жауап алатын боласыз. Жалпы адамның ағзасы көптеген үлкен мәселелердің алдын алу үшін кішігірім белгілер беріп отырады екен. Бастысы ол белгілерді назардан тыс қалдырмау керек. Әсіресе егде жаста қарттар, сондай-ақ артық салмағы бар, қант диабеті және гипертониямен ауыратындар немесе холестерин жоғары адамдар денсаулығына салғырт қарамаған жөн. Шыны керек, көбіне жүрек ауырып сыр бергенде мән бермей жатамыз. Алайда сіз байқай бермейтін жүрек ауруының 10 белгісі мыналар. Бірінші, кеуденің ауырсынуы. Мамандардың пікірінше, кеуденің ауырсынуы ең көп таралған болып саналады. Оны нақты сипаттау мүмкін емес. Себебі кейбір адамда кеуде тұсы аздап ауырса, басқаларында шым-шу немесе жаншып ауыратын кездер болады. Егер мұндай сезімдер пайда болса, онда жүректің ультрадыбысы немесе кардиограмма жасату керек. Бірнеше минуттан астам уақытқа созылған қатты ауырсыну кезінде жедел жәрдем қызметіне жүгінген жөн. Екінші, тәбеттің жоғалуы, жүрек айнуы, асқазанның ауруы немесе ауырлық сезімі. Әрине, жүрекке ешқандай қатысы жоқ көптеген себептерге байланысты ас қорыту жұмысы бұзылуы мүмкін. Соның бірі ешқандай себепсіз жүрек айну немесе кеудедегі ыңғайсыздық белгілер байқалса, дәрігерге барған дұрыс. Себебі қан ағымының төмен болуы жүрек қызметінің нашарлығының белгісі. Үшінші, тістердің немесе төменгі жақтың ауруы. Тістегі кариес, иектің ауырсынуы суық тигеннен мазалап ауырады. Алайда төменгі жақ пен тістердегі ауырсыну жүрек ауруының белгілері болып табылады. Ауыз қуысындағы бактерия қанға еніп, тамырларда қабыну тудыруы мүмкін. Бұл өз кезегінде жүрек ауруына әкеліп соғады. Ешқандай себепсіз тістеріңіз үнемі мазаласа, кардиологқа көрінген жөн. Төртінші, қол мен аяқтың ауруы. Сол жақ иығыңыз немесе бірден екі қолыңызда ауырсыну байқалса, бұл жүрек ауруының айқын емес белгілерінің бірі. Егер жақын арада дененің бұл бөліктерінде соққы немесе зақым алмасаңыз, маманға көрінген абзал. Себебі аяқ артерияларының ауырсынуы перифериялық тамыр ауруының белгісі. Яғни, аяқтың тамырларында проблема болса, жүректі тексерту керек. Бесінші, тершеңдік. Денеде қанға адреналиннің жеткілікті мөлшерін жіберіп, жүрек соғуын тездетеді. Ал тамырлар 3 есе күшпен жұмыс істейді. Осыған байланысты қатты терлеу басталуы мүмкін. Бұл өз алдына қорқынышты емес, бірақ онымен бірге айқын әлсіздікпен ауырсыну болса, дәрігерге көрінген дұрыс. Себепсіз терлеу жүрек ырғағының бұзылуы туралы сигнал. Алтыншы, шаршау. Бұл жалпы көп ауруларда кездесетін белгі. Шамадан тыс шаршау миокард инфарктісі сияқты жүрек ауруының белгісі болып саналады. Егер қимыл қозғалыс кезінде тез шаршасаңыз және бұл жағдай бірнеше күн бойы жалғасса, онда кардиологке көрінген жөн. Себебі әлсіреген жүрек толық қан айналымын қамтамасыз ете алмайды. Нәтижесінде ағзада қоректік заттар мен оттегінің жетіспеушілігі сезіле бастайды. Жетінші, естен тану немесе көздің қарауытуы. Көздің қарауытуы, көру өткірлігінің төмендеуі түрлі себептерге байланысты болады. Жалпы себеп әдетте қан қысымының кенеттен төмендеуі миға оттегінің жетіспеушілігіне әкеледі. Сондай-ақ естен тану жүрек бұлшықетінің немесе жүрек клапандарының бұзылуы салдарынан болуы мүмкін. Сегізінші, қатты қорылдау. Кез келген адам ұйықтап жатып қорылдауы жиі кездесетін құбылыс. Қорылдау шынымен де адам денсаулығы үшін қауіпті. Себебі қорылдаған кезде тыныс алу тоқтап қалуы мүмкін. Бұны медицина апноэ деп атайды. Яғни оттегі жетіспеушілігіне байланысты адам инфаркт немесе инсульт сияқты ауруларға душар болады.
Сондықтан қорылдауды жай ғана әдет деп қарамай, уақытылы қаралған дұрыс. 9. Себепсіз ентігу. Тыныс алудың қиындауы қандағы оттегінің аз екендігінің алғашқы белгісі. Көбінесе физикалық белсенділік себеп болады. Оттегінің жетіспеушілігі қан айналымының нашарлауынан, өз кезегінде жүректің бұзылуынан туындауы мүмкін. 10. Ұзақ уақытқа созылған жөтел. Көп жағдайда жөтел суық тигеннен пайда болады. Егер жөтел бірнеше апта ішінде басылмаса, дәрігерге көрінген жөн. Себебі ұзақ уақытқа созылған жөтел аллергияны немесе бронхитті асқындыруы мүмкін. Алайда кей жағдайда бұл жүрек ауруының белгісі болып табылады. Жүрек жөтелінің белгісі ретінде қызғылт немесе ақшыл шырыштың бөлінуі болып табылады. Міне достар, осы 10 белгі жүрек ауруынан хабар береді. Сіздерге ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да пайдалы жаңа видеоларды шығаратын боламын. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.